Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгін математика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Математика пәнінен біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз өткенді бекіту, табиғатты қорғау, отанды сүю. Сабағымыздың оқу мақсаты қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиетін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Ендеше балалар, табиғатты қорғау, отанды сүю тақырыбында сіздердің бүгінгі сабақтағы мақсаттарыңыз менімен бірге қайталаңыздар. Мен өрнектердің мәнін табуды, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренемін. Жарайсыздар балалар, ендеше сабағымызды бастайық. Біздің сабағымыздың бірінші тапсырмасы, бірінші есебінде Әлия мен Сырым математикалық ойын құрастырды. Жауапқа сәйкес суретті таңдап, оның нені білдіретінін айту керек. Ол үшін өрнектердің мәнін есептеп ал дейді. Ендеше балалар, бірге есептейік. Бастаймыз. 14 пен 2-нің бөлінісінің мәні нешеге тең балалар? Дұрыс айтасыздар балалар. 14 пен 2-нің бөлінісінің мәні 7-ге тең екен. 7 дегеніміз балалар, бұтақтарды сындырмау, ағаштарды қиратпау, табиғатты аялау деген сөз екен. Келесі 16 мен 8-дің бөлінісінің мәні балалар. Ойланамыз. Жарайсыздар балалар. 16 мен 8-дің бөлінісінің мәні 2-ге тең екен. 2 дегеніміз балалар, құстарды, кептерлерді, торғайларды, әртүрлі құстарды торда ұстауға болмайды екен балалар. Олар өздерінің тіршіліктерін өздері жасау керек екен. Келесі 2 мен 4-тің көбейтіндісінің мәнін табуымыз керек. Ойланайықшы балалар. Жарайсыздар балалар, 2 мен 4-тің көбейтіндісінің мәні 8-ге тең екен. 8 дегеніміз балалар, өсіп жатқан гүлдерді, жайқалып, иісі шығып тұрған керемет хош иісті гүлдерді жұлуға, оларды таптауға болмайды. Ол бізге таза ауа сыйлайды. Келесі 27 мен 9-дың бөлінісінің мәні балалар. Ойланамыз. Дұрыс айтасыздар балалар. 27 мен 9-дың бөлінісінің мәні 3-ге тең екен. 3 дегеніміз балалар, отты орынсыз жақпау, өзіміздің артымыздан жанған отты қалдырмау балалар. Отты орынсыз әр жерде жағатын болсақ, ол ормандардың өртенуіне, үйлердің жануына, басқа да заттардың өртеніп кетуіне алып келеді. Сондықтан отпен ойнауға болмайды екен балалар. Келесі 5 пен 1-дің көбейтіндісінің мәні. Ойланамыз. Бес пен 1-дің көбейтіндісінің мәні балалар 5-ге тең. Дұрыс айтасыздар. 5 дегеніміз балалар, құстардың балапандарын ұясынан алмау балалар. Балапандарды кішкентай кезінен ұясынан алып кететін болсаңыздар, олар сіздерге үйрене алмай, жарақаттанып қалуы мүмкін, немесе басқа да жағдайлар болып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл балапанның қанаты қатпағанша ұясынан алмаған, яғни балапандарға тиіспеген жөн екен. Келесі 18 пен 3-дің бөлінісінің мәні. Ойланамыз. Он 18 пен 3-дің бөлінісінің мәні 6-ға тең екен. Балалар, 6 дегеніміз не екен? 6 дегеніміз көлік жүретін жолға әртүрлі қоқыстар тастамау. Не үшін тастамау керек деп ойлайсыздар балалар? Көлік жүретін жерге қоқыстарды тастауға болмайды. Өйткені көлік жүретін жердегі қоқыстар автокөліктің аяқтарын
аяқтарының жарылуына алып келіп соғуы мүмкін. Егер автокөліктің аяғы жарылған жағдайда ол автокөлік апатқа ұшырауы мүмкін, немесе басқа да жағдайлар болуы мүмкін. Немесе сол жолмен жүріп келе жатқан велосипед теуіп жүрген адамдар жаңағыдай байқамай құлап қалуы мүмкін, сүрінуі мүмкін. Сондықтан жолдарға қоқыс тастамаймыз. Келесі 36 мен 9-дың бөлінісінің мәні. Ойланамыз. 36 мен 9-дың бөлінісінің мәні 4-ке тең екен балалар. Бұл бізде ерекше белгімен тұр. Көріп тұрсыздар ма? Бұл табиғатты аялайық, табиғатты қорғайық, табиғатқа қамқорлық жасайық дегенді білдіреді. Балалар, осыған дейінгі айтқан ережелерімізді жасауға болмайды. Яғни от жағуға, қоқыс тастауға, гүлдерді, ағаштарды сындыруға болмайды. Құстарды жаңағыдай балапандарын ұяларынан алуға болмайды. Құстарды торда ұстауға болмайды. Ал табиғатты аялауымыз керек екен балалар. Табиғатты біз қорғасақ, табиғат жақсы, көркем, әдемі болып өседі және бізге таза ауа сыйлайды. Ендеше балалар, келесі тапсырмамызды бастайық. Келесі тапсырмамызды бастамас бұрын дәптерімізді ашып, дәптерімізге 14 сәуір сынып жұмысы 2-ші есеп деп жазамыз. Енді балалар, мен мына 2-ші есепке тоқталғым келіп отыр. 2-ші есепте бізде салыстыруға арналған есептер берілген. Бұл есепті шығару үшін балалар, біз өткен 90-тарда өткен әріпті өрнектер мен санды өрнектердің ережелерін қайталап алайық. Ендеше менімен бірге қайталаңыздар. Құрамында әріптері бар өрнектерді әріпті өрнектер деп атаймыз. Ал құрамында тек сандардан тұратын өрнектер балалар санды өрнектер деп аталады. Әріпті өрнектерде де санды өрнектердегідей алдымен қосу амалы орындалады. Қосу, көбейту амалы орындалатын есептер артық белгісімен қойылады. Өйткені балалар, кез келген сандардың орнын, мына әріпті өрнектегі кез келген әріптердің орнына біз сандар қоя аламыз. Егер де солардың орнына сандар қойып біз ол есепті шығаратын болсақ, біз азайту амалындағы есептерге қарағанда бізде қосу немесе көбейту амалындағы есептеріміздің мәні көбірек шығады. Сондықтан егер де салыстырудың екі жағы да бірдей, бірақ бір жағында азайту, ал екінші жағында қосу амалдары бар болса, онда қосу амалы бар жағымыз немесе көбейту амалы бар жағымыз артық болып есептеледі. Мысалы, мына бірінші мысалға қарайық. Жақша ішіндегі D қосылған A қосылған S. Жақша жабылған және осы жақшаның ішін 65-тен азайтамыз. Енді қараңыздар балалар. Бұл жерде азайту амалы тұр, солай ма? Ал енді екінші жағын оқимыз. Жақша ішіндегі D қосылған A қосылған S жақша жабылған. Және осы жақшаны 65-ке қосамыз. Қалай ойлайсыздар балалар? Жаңағы жақша ішіндегі әріптердің орнына біз кез келген сандарды қойып, одан 65-ті азайтқанымыз артық болады ма? Әлде жақша ішіндегі сандардың орнына, әріптердің орнына сандарды қойып, оған 65-ті қосқанымыздың мәні артық болады ма? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл жерде бізде қосу амалы артық болады. Яғни бұл жердегі белгіміз қосу амалы болады екен. Ендеше қалған салыстыруларды өздеріңіз жазып, дәптерімізге осыны әдемі етіп, жазу ережесін сақтай отырып жазып аламыз. Екінші тапсырманы орындап болған болсақ, балалар, үшінші тапсырмаға көшейік.
Үшінші есепте өрнектер жаз дейді балалар. Оқушылар әрқайсысында 5-тен 6 қатар көшет отырғызды. Оқушылар барлығы неше көшет отырғызды? Бірінші балалар, есебіміздің шартын құрып аламыз. Одан кейін сұрағын жазамыз. Одан кейін шешуін шығарамыз. Болғаннан кейін жауабын жазатын боламыз. Енді балалар, бізде шартына әрқайсысында неше көшет дедік? 5-тен дедік, яғни 5 көшеттен. Дәл осындай 5 көшетті отырғызылған 6 қатар бар екен. Сонда біз бұл жерде есебімізді көбейту амалымен орындаймыз. 5 пен 6-ның көбейтіндісінің мәні нешеге тең балалар? Дұрыс айтасыздар балалар, 30-ға тең екен. Сонда есебіміздің жауабы барлығы 30 көшет болады екен. Дәл осы амалды қолдана отырып, балалар, осы амалға сүйене отырып, келесі ә нұсқасын өздеріңіз дәптерлерімізге жазамыз. Балалар, екінші есептен кейін үшінші есептің а нұсқасын жазбаймыз. Оны біз ауызша шығардық. Енді тек қана үшінші есептің ә нұсқасын дәптерімізге жазамыз. Келесі балалар, үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына төртінші есепті орындаймыз. Орындалу ретіне байланысты есептерді дұрыстап шығарасыздар деген ойдамын. Сау болыңыздар балалар.